Сәлеметсіздер ме? Микробиология оқытушысы Тұртар Айлым Ербақытқызы. Бүгінгі өтілетін тақырып аса қауіпті зоонозды жұқпалы қоздырғыштар болып табылады. Сабақтың жоспары: оба қоздырғыштары, тулеремия қоздырғыштары, бруцеллез қоздырғыштары және Сібір жарасының бациллалары болып табылады. Ең бірінші оба қоздырғыштарына тоқтала кетейік. Оба қоздырғышы Yersinia pestis қоздыратын аса қауіпті зоонозды қоздырғыш болып табылады. Ол лимфа жүйелерінің зақымдануымен және жоғарғы қысым қызбаның пайда болуынан жүзеге асырылады. Оба қоздырғышын ең алғаш 1894 жылы Ерсен мен Китазата ашқан болатын. Жалпы таксономиясына тоқталатын болсақ, Yersinia pestis gracilicutes бөліміне және соның ішінде Euterobacterius тұқымдасына, оның ішіндегі Yersinia туыстығына жатады. Морфологиясына тоқталатын болсақ, оба қоздырғышы ол полиморфты ұсақ сопақша таяқшалар болып келеді. Олар спора түзбейді және капсуланы 37 градус температурада түзе алады. Грамм теріс полиморфты бактерияларға жатады. Резистенттілігін айтсақ, резистенттілігіне қатысты олар күн сәулесі және ультракүлгін сәулелерінде тез жойылады. Сонымен қатар дезинфекциялық заттар арқылы және жоғарғы температураның арқасында тез жойылады. Жануарлардың сезімталдығына тоқталсақ, оба қоздырғышы кемірушілер арқылы трансмиссивті жолмен жүзеге асырылады. Жануарлардың ішінде сезімтал болып келетін көбінше шошқа, мысық, түйелер, түлкілер, кірпішшендер жатады. Сонымен қатар зертхана жануарлардың ішінде ақ тышқандар, теңіз шошқасы, ор қояндар және маймылдарды жатқызуымызға болады. Қазақстанда 38% территориясында осы оба қоздырғышының табиғи ошақтары орналасқан. Эпидемиологиясына тоқталсақ, оба ол табиғи ошақты аса қауіпті инфекция қоздырғышы болып табылады. Инфекцияның негізгі таралу механизмі трансмиссивті жолмен болады, яғни адам зақымданғаннан кейін инфекцияның көзі болып саналады. Келесі, тулеремия қоздырғышы. Тулеремия қоздырғышы туларе жерінің атауымен байланысты болып табылады. Ең алғаш 1912 жылы Калифорнияда Мак және Чепин ашқан болатын, ал зерттеген Фрэнсис болатын. Жалпы тулеремия ол красиликутес бөлімі және франкисела туыстығына жатады. Морфологиясына тоқталатын болсақ, ұсақ грамм теріс бактериялар болып табылады. Талшықтары жоқ, спораларды түзбейді. Бактерия айналасында капсула тәрізді шырыш жабынын ажыратады. Тулеремия факультативті анаэробтыларға жатады. Қарапайым қоректік орталарда өспейді, керісінше сарыуыз немесе тистин қосылған қоректік орталарда жақсы өседі. Тулеремия қоршаған ортада ұзақ сақталады. Әсіресе төменгі температурада 8-10 айға шейін жақсы сақталады. Жоғарғы температураға тұрақсыз қайнатқан кезде 60 градус температурада 20 минут ішінде жойылады. Тура күн сәулелерінің әсерінен 20-30 минут аралығында жойылады. Эпидемиологиясына тоқталсақ, инфекция көзі кемірушілердің барлық түрлерін жатқызамыз. Яғни олар сонымен қатар жиі суырларын жатқызсақ болады, андатор, үй тышқандарын жатқызсақ болады. Жануарлар арасында қоздырғыштың таралуы жиі қансорғыштардың арқасында болуы мүмкін. Сонымен қатар адамдар трансмиссивті жолмен танылуы мүмкін. Клиникалық көрінісі. Жасырын кезеңі 3-7 күнге шейін созылады. Одан кейін тез арада ауру басталып кетеді. Яғни ол 38-40 градусқа шейін адамның температурасы көтерілуі мүмкін. Әртүрлі белгілері сол аурудың жұққанына байланысты неше түрлі белгілерді білдіруі мүмкін. Иммунитетіне тоқталсақ, ауырғаннан кейін иммунитет ұзақ уақытқа шейін сақталуы мүмкін. Микробиологиялық диагностикада
шайындылар, қан бубондары алынады. Емдеуі туляремия қоздырғышын антибиотиктер арқылы, яғни стрептомицин, канамицин, тетрациклин, левомицетин, эритромицетиндермен емдеуге болады. Келесі бруцеллез қоздырғыштары. Бруцеллез қоздырғыштары бруцелла туыстығына жататын бактериялар болып табылады. Олар аса қауіпті зоонозды ауруға жатады. Сонымен қатар бұл аурумен ауырған кезде дене қызуы байқалады. Сонымен қатар қимыл тірек аппараттары зақымданады. Жүрек, қан тамырлар жүйелері зақымдануы мүмкін. Бұл ауруды ең алғаш 1886 жылы Брюс ашқан болатын. Морфологиясына тоқталсақ, бұл бруцеллез қоздырғышының бактериялары таяқша болып келеді, яғни ұсақ грамм теріс сопақша түрінде кездеседі. Резистенттілігіне тоқталсақ, бруцеллездар қайнатқан кезде дезинфекциялық жолмен тез жойылады. Олардың сақталуы көбінше төменгі температурада жақсы сақталады. Тоңазытылған еттерде 5 айға дейін, ал сүт өнімдерінде 1,5 айға дейін сақталуы мүмкін. Эпидемиологиясына тоқталсақ, бруцеллез ол зоонозды инфекцияға жатады. Көбінше жылқылардан, иттерден, мысықтардан, қойлардан адам жұқтыруы мүмкін. Яғни ол көбінше сүт өнімдері, ет өнімдері арқылы жұғуы мүмкін. Клиникалық белгілеріне тоқталсақ, жасырын кезеңі 1-3 аптаға дейін созылуы мүмкін. Дамыған аурулардың белгілері әртүрлі болады. Бруцеллез кезінде ұзақ дене қызуы болуы мүмкін, қалтырау, одан кейін тершеңдік пайда болады, буындардың ауырсынуы байқалады. Кей жағдайларда радикулиттер мен мезиолиттер пайда болуы мүмкін. Иммунитеті аурудан соң тұрақсыз ұзаққа созылмайтын 6-9 айға жететін иммунитет пайда болуы мүмкін. Зерттеуге алынған материалдар микробиологиялық диагностикада ол қан, зәр, сүйек, кемігі алынады. Яғни ол бұл ауруды анықтау үшін Райт-Хедлсон тәсілімен анықталады. Егер жаңағы процесс барысында сұйықтық іріген жағдай болатын болса, ол жаңағы аурудың бар екендігін анықтайды. Емдеуіне тоқталсақ, негізгі емі ол антибиотиктер болып табылады. Сібір жарасының бациллалары. Сібір жарасы бұл бациллус антрасис тудыратын зоонозды жұқпалы ауру болып саналады. Ең алғаш 1876 жылы Кох ғалымы ашқан болатын. Морфологиясына тоқталсақ, қоздырғыш фирмикутес бөліміне жатады, және олар ірі грамм-оң бактериялар болып саналады. Спораны арнайы қоректік орталарда адамның жануарлардың ағзасында түзе алатын қасиеттері бар. Сібір бациллалары негізгі қоректік орталарда жақсы өседі. Резистенттілігіне тоқталсақ, жалпы бұл ауру жоғарғы температураға қарағанда төменгі температурада жақсы сақталады. Жоғарғы температурада вегетативті формасы тұрақсыз болып келеді. Яғни 15 минут ішінде 60 градуста 1 минуттан кейін жойыла бастайды. Автоклавта 120 градус температурада жойылады. Және жоғарғы температурада 2-3 сағат ішінде 140 температура Цельсияда жақсы жойылатын қасиеті бар. Жануарлардың сезімталдығына тоқталсақ, жалпы бұл ауруды шошқа, түйелер, ірі қара малдар сезімтал болып келеді. Клиникалық белгілері. Жалпы клиникалық белгілеріне тоқталатын болсақ, бұл аурудың жасырын кезеңі 2-3 күнге созылады. Терілік түрінде қоздырғыштың енген жерінде карбункул дамиды. Терінің терең қабаттары мен қара қабықтың түзілуі пайда болады. Инфекцияның көзі үй жануарлары, осы жануарларды жатқызуымызға болады. Аурудан кейін
тұрақты иммунитет қалыптасады. Микробиологиялық диагностикасына тоқталатын болсақ, бұл ауруды көбінше МПА, МПС, агарлы, қанды агарлы қоректік орталарда өсіреді. Сонымен қатар биологиялық әдіс арқылы теңіз шошқасына немесе тышқандарға жұқтыру арқылы анықтайды. Жалпы Романовский гинзе немесе метилен көгі ерітіндісін қосу арқылы арнайы жаңағы материалды бөліп алып, зерттеу арқасында жүзеге асырылады. Емдеуіне тоқталсақ, антибиотиктер, соның ішінде пенициллиндер, тетрациклиндер, левомицетиндерді жаңағы қолдана отырып емдеуге болады. Жалпы сабақты қорытындылай келе, бұл қоздырғыштар аса зоонозды инфекциялық ауруларға жатқандықтан әрдайым гигиенаны сақтай білу қажет және дезинфекциялық материалдарды қолдана отырып, отырған орынды, аумақтарды таза сақтау керек. Жануармен де жұмыс істеген кезде аса сақ болу керек, белгілі шараларды қолдана отыру қажет. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.